сен жылағаннан анаңа қуаныш сыйламайсың. Сен жылағаннан анаңа жақсылық келмейді. Сен жылағаннан анаңның аруағы, қазақ айтпақшы, аунап тұрмайды. Сен жылағаннан алдың көл қылып, өзіңнің ішкі дүниеңді зар қылып, келешек өміріңді мұңға айландырып отырсың. Пайғамбарымыз айтады, қайғы біреу болады дейді. Сол қайғыны сабыр етпегендер қайғысы екеу болады дейді. Енді қайғысы екеу болады деген екі мағынаға береді. Сол Құдай бір анаңды алса, тағы да жақын біреуіңді алып қою Құдайдың қолында ол. Не істеп қойдым мен, не істеп қойдым дейтіндер, ол жақсы емес. Бұл біріншіден. Екіншіден дейді, сауаптарынан бәрінен ажырап қалады екенсің. Соны алғанша ана сәсетті алмадың ба, ана оңбаған құдағиымыз жүр, соны алмадың ба дейтіндер, Құдай одан да қиын нәрсені жасап қою мүмкін жаным. Сондықтан қой алтыным, оған дұға қыл, намазға тұр. Осы анаңның өтуі анаң үшін әлемге өтті. Сен әлі жалған әлемде тұрсың. Көп болса 50 жыл бар шығар алдыңда, мейлі 100 жыл бар шығар алдыңда. Барасың анаңның артынан. Сол кезде сені сағынып, қолынан жетектеп, анашым менің деп жәннетке алып кіргенді қалайсың ба? Шын жақсы көрген анаңды қалайсың ба қуанып жәннетке мәңгі жерге алып баруға? Онда намаз оқы. Намаз оқы. Сол намазда Раббана ғафирли вәли дайя, я Алла мені кешір, анамды, әкемді кешір деген сөзді айтасың. Құдай соны жарқайды. Сол сөзбенен үлкен дәреже сыйлайсың жаным. Құр жылай бергеннен пайда жоқ. Кезінде Сандыбайдың баласы өліп, жалғыз баласы Бұхар жау атамыз келіп көңіл айтқан жаным. Сол кезде Мұхаммед саллаллаху мен айтқан хадисті бірақ сөзбен жинақтап айтып берген. Жақсылық пен жамандық жұбай дейді. Жұбай әйел күйеу сияқты. Үнемі қуанбассың ұдай дейді. Құдайдың берген ажалына шыдамасаң, Құдай саған былай дейді. Мылтық алып атсын дейді, қылыш алып шапсын дейді. Мен берген қайғыға шыдамасаң, менен басқа Құдайды іздеп тапсын дейді деген. Сондықтан анаңыз Құдайдың рахымында, Алланың рахымында. Құдай қаласа сол жерде неге сыйлық сыйлағың келмейді, айтшы оған. Рухын көтергің келе ме? Шын жақсы көргеніңіз көрсете білу керек адам. Көрсеткенін немен көрсетесің? Ойбай деп басың тұра берген, ол жындылықтың белгісі. Өлемде жазып отыр бір, өлемде. Өлсе өледі, апарып көміп қоямыз, болды, не проблема шешіле ме не содан? Қарызың көп, өлемде. Өлсең өлерсің, барып жайлап қоямыз, болды ма не? Өте ме сол? Жоқ жаным, өмір сүрумен өлшенеді алтыным. Соны жеңумен өлшенеді. Ата-ананың көп болса біраз уақытта орнына келеді. Сондықтан көңілің басылады дегенім ғой. Сол үшін алтыным дұға қыл, намазды оқы, артынан дұғашыл бол. Ең бұдан артық нәрсе таппайсың.